Изопроцесс дегеніміз термодинамикалық параметрлердің біреуі тұрақты болып, қалған екі шаманың өзгерісін айтамыз. Изопроцесстерге мына үш процесс жатады: изотерма, изохора, изобара. Көптеген оқушылар осы процестің формулаларын бір-бірінен шатастырып жатады. Сол үшін мынадай мнемотехника әдісін қолдансаңдар болады. Мысалы, изотерма деген сөзде Т әрпін көреміз. Яғни бұл температураға ұқсайды. Яғни температура тұрақты болады. Яғни терма деген сөздің өзі жылу деген мағынаны білдіреді. Осыдан температура тұрақты екендігін білуге болады. Енді клапейрон теңдеуіндегі Т1 мен Т2 қысқарып кетеді. Себебі олар бірдей. Сонда бізде P1 V1 тең P2 V2 деген формула шығады. Бұл изотерманың формуласы. Келесі процесс изохора. Х деген әріпті егер дәл ортасынан екіге бөлетін болсақ, В деген әріпке ұқсайды, я? Яғни бұл жерде